Қазір Жамбылда ауа райы жылы болып тұрғанмен таяу күндері күн бұзылып күрт суы мүмкін. Тіпті қалың қар түсіп көктайғақ болуы да ықтимал. Төтеншеліктер дабылы осылай деп соғады. Тиісінше бұл аптада алыс жол сапарлатпауға шақырады. Сонымен қатар қалың қар түсуі есебінен бірнеше тас жолдар жабылуы да мүмкін. Әрине жылдағыдай жағдай бойынша күйік асуы, Қордай және Жуалы жерлермен жүріп өту қиынға соғайын деп тұр. Облыстың солтүстік бөлігінде ауа температурасы 25-27 градусқа дейін түседі деген дерек бар. Ал жол жабылып қақтақ болған жағдайда көмек көрсетуге төтеншеліктер әзірміз дейді. Ол үшін қажетті деген техникалар мен құрал жабдықтар сақадай сайланып тұр деп сендірді. Сондай-ақ соңғы кездегі мамандар табиғи газдың улану деректерінің көбейгендігін алға тартады. Мәселен, бір ғана қаңтарда өңірде газдан улану жағдайы 5 деректі көрсетіп тұр. Салдарынан 7 адам зардап шегіп, 3 адам мерт болған. Сондықтан төтеншеліктер тұрғындарды ескертіп, әр үйде жеке әрі жіті тексеру жұмыстарына білек сыбана кіріскен. Ал тұрғындардан үйдегі пештің жағдайын үнемі қадағалап тұру керектігін талап етеді. Яғни өз еркімен үйдегі пешке жөндеу жұмыстарын жүргізуге қатаң тыйым салынады. Әсте олай болмаған жағдайда оқшай төтеннен орын алу мүмкін. Сондай-ақ жанып тұрған пешті қараусыз тастап, балаларға тікелей қалдыруға тіптен болмайды дейді. Бұл орайда сапасыз жылытқыш пештерді пайдаланғанда сақ болған жөн. Өздеріңіз біліп жатсыңдар ғой, қазір күн былай біздің облысымызда күн жылып кетті. Осыған байланысты да мынау бізде осындай жағдайлар, газбен улану жағдайлары көбейіп баратыр. Соған мен айтайын дегенім осы біздің жерлестерімізге қазір мынау пештің несіне қарау керек. Қандай жағдайда ол пеш. Пештің құбырын уақытылы тазалау керек. Ондай жағдай істемесе, бағанағы улы газбен улану мәжбүр болады.